Бүгін түскі 3 шамасында дәл осы жеке тұрғын үйден 2 адамның мәйіті табылды. Оқиға Түркістан қаласында орын алған. Марқұмдар өгей әкесінің қолынан қаза тапқан көрінеді. Күдікті полицияға өз хабарласқан. Оқиға орнына жедел жеткен тәртіп сақшылары төңіректі қоршап тергеу жүргізіп жатыр. Өздері ғана тұратын бе? Екеуі ғана тұратын ғой. Баласымен келін не үшін келген олар? Әбетте анам көнбей ме кемпірді? Кемпір көмгеннен кейін жаңағы Индирада не болыпты андай. Жаназа болғанда. Көршілердің айтуынша осы үйде тұратын 86 жастағы әйел ұзақ уақыт бойы ауырып кеше қайтыс болған. Оның ұлы мен келіні анасының жерлеу рәсіміне Қызылордадан келген. Бүгін сағат 12-де күдікті әйелін жер қойнына тапсырып келген соң үйде отбасылық жанжал болған деседі. Артынша күдікті өгей баласы мен келінін өлтірген дейді. Жаназадан келгенсің жаңағы шал ана келін мен баласына енді ерегіскен де әңгімелескен де өлтіріп қойып пышақтап. Біреу далада жатыр, біреу іште жатыр дейді ғой. Ана кіргендер айтады. Точно білмеймін мен. Полиция күдікті мен мәйіттерді алып кетті. Әзірге оның не үшін мұндай қылмысқа барғаны белгісіз. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде.